Шет елге кеткеніне сіздерден қаражат сұрады ма мен келіншегімде? Жоқ, дым сұраған жоқ. Сол туралы айтыңызшы. Шет елден кетем деп айтқан жоқ деймін. Сіз алдап не істеймін, мен ала тұр. Қалаға апарып емдетіп алып келем деді бұл. Бұған дейін Түркияға барып емдетіп келген дейді ғой. Иә, емдетіп келіп бірінші групп алдық күні кеше. Келін бірінші групп алды. Қан не бойынша, ал деген диагнозбен? Психический не басты. Расстройство. Иә. Сол кезде сізден ақша сұрады ма? Түркияға кетіп жатқанда сіз сұрамадыңыз ба ақшаны? Қайдан алып сұрадым. Қайдан алып жатсың? Папасы беретін болды, мал сатып жатыр екен деп. Сұрадым, мен қаражатым жоқ қой біздің. Мынандай жағдайда отырып, сен қайдан аласың ақшаны дедім. Әкесі береді, мама деді. Мал сатып жатыр деді. Сол жерде мал сатып жатыр деді. Әкесі беріп отыр ма екен? Естіген берген ғой, енді барып келді. Құдамен байланысасыз ба? Құдағылармен? Жоқ, көп байланыспаймын. Неге? Көп байланыспаймын, өзі ұмытпайды. Өздері. Енді амандық біліп тұрамын ғой. Қарындасы бар ана үйде, қалада. Құдамның қарындасы. Мен жақсы сөйлесем. Мынандай жағдай болады ойлаған жоқпын. Жолдасыңыз не деп жатыр? Жолдасым шыдай алмайды, келеді, қайтадан прямой рейспен. Мынандай жағдай болады, қалай жатамын мен деп. Жақсылық болсын деп тілеймін. Бәрі оңмен болсын, ешкім обалына қалмасын. Еліміз тыныш болсын. Жастар аман болсын деп тілеймін. Кішіне етімін. Сенбейсіз? Сенбеймін, оған бармайды олар. Бармайды. Мүмкін емес. Үйдіп тәрбиелеген жоқ әкесі. Негізі мамандығы жоқ? Балаңызды мамандыққа оқыды ма? Оқыды, мұнайшыда, колледжде оқыды. Армияға барып келіп бір жыл. Неше жыл оқыды? Кәдімгі мына жамағат болып мешітке барып жетіп жүрді ма бұрын? Ондай барып жүрін деп айтпайды ол маған. Достарын, айналасын танисыз ба, апа? Аралас құралас болып жүрген адамдар. Енді мына бес баланы қалай тәрбиелеу ойыңызда бар? Аллаға шүкір, пособиесін алып отырмын ғой. Тәрбиелеп, бәрін жеткізіп отырмын. Сізге нотариуспен беріп кетпесе, қалай пособияларын алып отырсыз? Өзім пенсиям бар ғой деген ғой. Балдардың ақшасын кім алып отыр? Өзім. Қалай алып отырсыз сізге енді? Анасына түседі. Не жоқ? Анасына түспей ме? Банкоматтың тауып алдым кесе жүргенде, үйде жинап жүргенде. Алтында жоқ болады деп ойлап жүрдім. Тауып алдым, ол пароль болмай ма ол жерде? Оны қалай? Қандай банк? Народный. Сіз паролін бәрін білетін бедіңіз оны? Білем. Сізге арнайылап тастап кетті ма? Балам айтты, алып қаз, мама, ақша керек қой саған деп. Ол сізге 21-де ақша аудар жіберіп тұр, иә? Желтоқсанның 21 күні. Сұлтаннан деп түсіп тұр ма? Иә. Сұлтаннан ғой, басқа ешкім түсіп. Бірақ сіз 11-де ғана соңғы рет сөйлестіңіз. Жоқ, Сұлтаннан ба әлде басқа біреу нөмірмен? Себебі ана кімнің қайнатасының біреулер нөмірімен жүр деді ғой. Иә, солардың счеттарымен. Сенбеймін. Жоқ, мүмкін емес. Өйтіп тәрбиелеген жоқ, әкесі қатты ол. Қанша дегенмен. Мүмкін емес. Мен сол, жаңаға мен ауылға неге барды деген сұрақ менің жүзі жұмбақ болып тұр. Неге Ақбаянды алып, маған неге айтпай, неге ол қыз Миялға неге барды деген сұрақ. Қашан жаңа Ақбаянмен. Төрті күні ма? Иә, соған барып, жаңа Мейрамгүлді алып шық деді ғой. Сол жерде не деді, түсініксіз болып қалды соң. Маған барам деп айтқан жоқ. Олар не деп айтты сізге? Емдететін еді, олды емдетіп алып келем деді. Жоқ, ол 4 күні неде ғой? Желтоқсанда емес қой, ол ноябрьде барып келген. Ноябрьде емес, ноябрьде шатастырмасын. Ноябрьде емес. Баланы қарайын деп келді кеше бір топ. Шалқары бар, отырып қара деді, мен балдар аман сау есті. Дұрыс, жақсы таза жерде отырып, барымша тазалап отырмын. Нені шатастырмасын дейсіз, апа, соны айтыңызшы? Жоқ, жаңағы балдарды қарайын деп келіп тұр ғой, ана ата-ана. Жоқ, сіз ол ноябрьдің 4-інде деп тұр ғой, ауылға 2-сінде барып 5-інде шығып кеткен дейді. Арасын тамақ алып келеді, жүгіріп барып қаладан. Жоқ, манағы Жангелдин ауылына, ата-енесінің ауылына Сұлтан 2-сінде барып, сол жерден, иә, ноябрьдің 5 күні шығып кеткен дейді. Оның бәрі бейне жазбада көрініп тұр дейді. Сіз шатастырмасын деп нені айтып жатсыз деймін да. Желтоқсанның 5-інде барып деп тұрсыз ба сіз? 5-інде ауылға. Амнан кетті. Қаратам деп. 5-інде. Оған дейін білесіз ба мынау ноябрьде олардың барып келгенін? 5-інде барды. Желтоқсанның 5-інде барып тұрсыз ба? Апа, сіздің перепискаларыңыз, балаңызбен сөйлескен телефоныңызды көрейікші, қай уақыттарда сөйлескеніңізді? Сол Ақбаян мен күйеу балаңыз туралы айтыңызшы, сіз араласасыз ба олармен? Ақбаянмен араласып жүріп, қалада жүргенде үйге қонаққа шақырады, кейде барып кетеміз, кейде сұраймыз, кейде мен әйелімді көріп қалатын даладан. Қаланшы ғой, аппызда бірге жүреді.
сонда араласып жүріп бір барып кетті. Бірақ күйеу бала сондай өзі тұйық адам енді. Көп ешкіммен араласпайды, көп сөйлемейді. Бір үйге барған кезде де бір столға отырып бірге тамақ ішіп, ондай бір несі жоқ. Сондай бала. Ауылға да бір-екі келіп кеткен бала ғой. Ондай нәрсе шығады деп одан бір шын айтқанда ойламадық та, бірақ енді осылай деп келген кезде ақпараттар естіп жатсыздар ғой, өзіңіз көріп жатсыздар, шығарып жатыр қазір. Қайда жүргенін де біліп отыр қазір шын айтқанда. Кеше Атыраудағы апаңыз кішкене анау қарындасыңыз Ақбаян мамасынан алшақтап жүрді деді. Себебі неге мына 5-ші баланы босанар кездің алдында қарындасымыз қолқасына салқан тиіп ауырып қалды деді. Осы себеп болуы мүмкін ба? Есінен жоғалған ғой, память жоғалтқан. Жоқ, қарындасыңыз бен күйеу балаңыз қандай да бір қарызға кіріп, қиналып жүргендерін естіген жоқсыздар ма? Қаншадан, мысалы Наурыздан сұраймын, Түркияға апарып емдетіп келді, Наурыз бірге барып келді. Мысалы мамалар да айтып жатады. Кімді емдетіп келді? Ақбаянды. Сол кезде мен жазғам оларға. Аман-есен жеттіңдер ма дегенде, иә жеттік деді. Бұйырса келеміз дегенде, ем қалай болды деген, бәрі жақсы, тек ем алу керек, система салу керек, укол салу керек, кішкене әлсіреп қалған, неден кейін көп қан жоғалтқан, не деп, ішінде бала бар еще әлі, дүниеге келмеген. Сөйтіп айтты деді де, олар 14 күні через Ақтау Атырауға келді емнен. Сосын мен сол кезде сұрағанда ақша бірдеңе көмек керек емес па, балдар болса шығайын Турцияға, қазақтар бар қанша жақындасып көмектесін деген жоқ, күйеу бала ешкімнен көмек сұрап жатқан жоқ, өзінде ақша бар деп айтты. Сосын мен де бір сөзінде Наурыз айтып қалды, осы күйеу бала білмеймін, ақша қайдан табатын, әйтеуір ақшамен жүреді деп айтты. Наурызбен қарындас ма ол? Ақбаян қарындасы ма еді? Олардың араласы, күйеу баламен араласы туралы білесіз бе? Жақсы болды ма? Жақсы қарым-қатынаста болды. Себебі мен қанша Наурыз қалада келеді, именно сол үйде бола ма Наурыз? Неге барасың деп айттым, бір сөзінде айттым Наурызға. Енді ерлі-зайыптылар неге бөлек тұрмайсың, бірге барасың дегенде көмектесіп жүрмін деді, қарындасын дәрісін беремін. Күйеу бала жұмысқа кетіп қалады, таңертең келейін деп айтып жүрді. Соның қасында бірге боламын. Наурыз сол үйде болады көбіне. Көмектесемін, барып дәрісін беремін. Сол жұмыс жасамай бір уақыттарда сол жақта жатып қасында қарасып жүрді ол. Кейін ауылға келді қайтадан. Осындай қалаға кеткеннен кейін сол таба алмай қалдық қой енді. Апа, мына қыз бен күйеу бала құдаларыңызбен байланыс жасадыңыздар ма? Біз осы нетпестен бұрын алдымыздағы 4-ші күн ба, осы аптамыздың 4-ші күні мен, інім, келінім, апам төртеуміз құдағайдың үйіне бардық. Махамбетке барғанда біз сұрадық, қыз бен күйеу қайда? Содан бізге жауап бергені құдағайдың, балам Ақбаянды Қаратауға алып кетті деді, ноябрьде шығып кетті үйден деді. Содан сізге қашан хабарласты деп сұрадық. Ноябрьдің 11-і соқты деді. Содан кейін хабар жоқ. Низкий заряд батареи. Ақбаян қай жері ауыратын еді? Ақбаян мына 4-ші балада аяқ ауыр кезінде қолқадан операция салды, ауырып салқын тиіп. Содан кейін ауырып жүрді, больницаға жатты. Құдағай бар, менің апам бар, бәрі шауып жүрді. Інім бар, Наурыз деген бәрі шауып, бәріміз де барып жүрдік больницаға. Шауып жүрді, сол операция жасалды, қайта наркоз алды. Негізі ауырмаған қыз, дым ауырмаған қыз, ауырмайтын қыз. 5-ші баладан наркозды көп алып қойды, содан ауыр кішкене басына не келген деді, зақым келген деді. Бірақ одан кейін біз туысқанымыз ғой, бізге күйеу бала көрсетпейтін болды қызды. Мүлдем көрсетпейді. Сұраймыз, жақсы деген сөзден басқа ештеңе айтпайтын болды. Осы уақытқа дейін күйеу. Неше жаста күйеу бала? Қыз деген 95-30-ға келді ғой. Күйеу бала содан 1 жас үлкендігі бар шығар. Енді сонда тек қана 5-нен кетіп 11-інде ғана хабарласқан, соңғы рет содан кейін ата-анасына мүлдем хабарласпаған. Балаларға да хабарласпаған. Жоқ, енді балалар айтады, сұраймыз ғой, мама кетіп қалды, папа кетіп қалды, болды хабарласты ма десем, жоқ дейді. Құдалар не болжап отыр енді олар? Біз барғанда құда жоқ, құдағайдың өзі болды. Бізге тек Ақбаянды емдетуге алып кетті, біз білмейміз. Сіздер туыстары неден күдіктенесіздер? Енді күдік манағы күйеу бала болып тұр ғой, бірақ осы уақытқа дейін 2 ай болды ғой, осы уақытқа дейін неге құдағай күйеу баланың үстіне арыз түсірмеген? Жоқ деп. Жоқ. Неге түсірмейді? Біз еще айтып кеттік. Арыз неге түсірмей отырсыздар деп айтып кеттік. Түсіремін ғой деді. Әлі күнге дейін түсірілмеген арыз. Күйеу баламен ара қатынасы қалай еді отбасының? Қыздың отбасының, сіздердің? Күйеу бала бізге көп бетпейді. Қызбен араласып жүрдік. Ауырғаннан кейін біз қызға бір рет барып кеттік. Больницадан шыққаннан кейін Берекеде тұрды үй жалдап. Содан кейін қызды көрген жоқпыз мүлдем. Көрген жоқпыз сөзін шындығы. Себебі біз Сұлтанға шығамыз, Ақбаянға шықсақ алмайды. Сұлтанға шықсақ жақсы дейді. Болды. Сөзін өзінің шешесіне қарсы шығып жүрді Ақбаян деген. Қалай? Жаңағы анасын көргісі келмейтіндей сияқты болды. Жылап жүрді жеңгем деген. Менің қызым өзіме қарсы шығады деген сияқты айтты. Сонда енді
былай қарағанда енді қыз өзіміздің бауырымыз ғой, өзінің анасы жылап еңіреп жүрді сол мезгіл